Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі, дәмі ерекше Рафаэлло тортын дайындайтын боламыз. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытып кетпеңіздер, және қоңырауша белгісін басуды да ұмытып кетпеңіздер. Ол үшін бізге негізі үлкен-үлкен 4 жұмыртқа жетеді. Менікі қолдың майда жұмыртқасы болғасын 6 жұмыртқа қолдандым. Жұмыртқамызбен құмшекерімізді салып 15-20 минутқа дейін осында қою болғанға дейін миксерлейтін боламыз. Мінекей осында қою болады. Одан кейін сұйық майымызды қосып араластырып аламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы сүтімізді қосып, және еленген ұнымызға қамыр қопсытқышымызды қосып, екеуін араластырып аламыз да, ұнымызды шетінен 1-2 қасықтан қосып отырып араластырамыз. Бәрін бірден қосып жіберсек, мынау бисквитіміз біздің басылып қалады. Сол себепті де шетінен қосып отырып біртіндеп араластырамыз. Барлық қосылатын мөлшерді астына описаниеге толығымен жазып өтетін боламын. Енді ең соңынан осындай кокосовый стружкимізді де 2 бөліп салдым. Шетінен салып отырып, осылай барлығын араластырып дайындап қоямыз. Енді осы дайын болған біздің бисквитімізді 3 бөлікке таразыға салып 3 бөлікке бөліп алдық. Барлығын бірден пісіре салсаңыздар да болады. Шетінен осындай әсел пешке пісіретін қыздар, осылай шетінен 3 бөлікке бөліп те пісіріп алсаңыздар болады. Ол үшін бізге осындай кольцомызды шетін фольгамен жабамыз. Фольганы сәл үлкенірек қып кесіп, осылай шетіне қайтарып қоямыз. Пищевой пленкаға болмайды. Және де қызып тұрған пешке 170 градустағы өстіп бисквитімізді салып пісіріп аламыз. Міне шетін пышақпен кесіп босатып аламыз да, кольцомызды астынан фольгадан да жеке алып суыта береміз. Өстіп алып алғаннан кейін осындай бетіндегі қарасын қырып алып тастасаңыздар, кескен кезде әдемі көрінетін болады. Үшеуін де өстіп қырып аламыз. Енді сиропын дайындаймыз. Ол үшін сүтке кішкене сгущенканы қосып араластырып аламыз. Және кремін де дайындап қоямыз. Сливкимен сгущенкамызды және кокосовый стружкимізді салып, үшеуін қою болғанға дейін миксерлейміз. Енді тортымызды жинақтаймыз. Ол үшін ыдысымызға осылай бір слойын қойып, бетіне сиропымызды жағып, шамалы. Одан кейін осылай кремімізді салып, әдемілеп бір тегіс етіп жағып шығамыз. Екіншісінде солай бетіне қойып, сироп жағып, осылай үстін жинақтаймыз тортымызды. Енді ең соңғы бөлігін, бірінші сиропын жағып аламыз. Сол сироп жаққан бетті теріс қаратып, кремнің үстіне қоятын боламыз. Енді бетіне крем жағып, тортымызды аяқтаймыз.
бір тегіс етіп жағып шыққаннан кейін бетіне пищевой пленкамызды жауып тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей тоңазытқыштан шығардық. Енді шет-шетін осылай пышақпен кесіп алып, кольцоның шетінде кремнен немесе ыдыстарыңызда қалып кеткен кремді осылай шет жағына барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз. Қатты қалыңның да керегі жоқ. Тек жаңағы кокосовый стружкаларымыз біркелкі жағылса болғаны. Енді барлық шетіне кокосовый стружкамызды жағып шығамыз. Мінекей шет-шеттеріне де, жоғарғы бетіне де барлығына бірыңғай етіп жағып шығамыз. Бетін өз қалауларыңыз бойынша құлпынамен немесе қалған кремдермен де сәндеуге болады. Өте жұмсақ, дәмі ерекше, тура Рафаэлланың дәмі сияқты өте әдемі болады. Барлықтарыңызда жасап көріңіздер. Мінекей өте жұмсақ, өте ерекше тортымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.